Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі жұқа болып пісетін блинның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстінен қант пен тұзымызды салып араластырып аламыз жақсылап. Қантты өз қалауларыңызша қосуға болады. Мен тәтті болу үшін 2 ас қасық қант салдым, бірақ негізі рецебінде 1 ас қасық қантпен де істеуге болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз. Келесіде бізде ұн жай-жайдан салып араластырып отырамыз. Түйіршіктер қалып қалмас үшін осындай венчиктің немесе миксердің көмегімен араластырамыз. Сонда түйіршіктер болмай әп-әдемі болып пісетін болады блинчиктеріміз. Барлық ұнымызды салып араластырып алғаннан кейін үстіне ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ең соңғы үстінен күнбағыс майын құямыз. Және де ең соңғы рет жақсылап араластырып аламыз, біркелкі масса шыққанша. Табамызды пешке қойып, астын орташа жылдамдыққа қоямыз. Негізі әдетте бірінші блинчикті пісірген кезде табаны майлайды. Егер табаларыңыз асты жабыспайтын жақсы болса, онда майлап керек емес, бірден пісіре беруге болады. Себебі блинчиктің құрамында күнбағыс майы бар, сол жабысып қалмауға көмектеседі. Негізі көптеген блинчиктер осындай ажурлы болып шығу үшін олардың құрамына ас содасы мен уксусты араластырып қосады. Ал бұл рецептте ешқандай ас содасы, ешқандай уксус, ешқандай қоспа жоқ. Әрбір жағын 1-2 минуттай ұстап пісіріп аламыз қызарғанша. Негізі осы рецептте 10-15 шақты блинчиктер шығады.
Блинчиктеріміздің бәрі дайын болып қалды. Қайталап пісіріп көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.